Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін теңіз балығын жасаймыз. Осындай 4 балық алдық. Бұл балықтың аты чупра деп аталады. Көріңіздер. Түркиядағы балықтар теңіз балығы болғаннан кейін өте дәмді. Мұнда 4 штук. Бұл балықтың аты чупра деп аталады. Бұл балыққа 440 лира төледік. Теңгедегі бағасын айтып кететін боламын. Мінекей осындай балық, өте дәмді балықтардың бірі. Түркияға келсеңіз, осы балықтан дәм татыңыз. Бұдан үлкен де болады, дәл осындай балық, бірақ ол өте үлкен. Оның бір балығы, бұның 2 балығы орындай ғой, үлкендігі. Жалпы Түркияда балық сататын жерде балықшылардың өзінен балықты тазалап беруді сұрайсыздар. Сізге тегін балықты сол жерде тазалап береді. Үйге әкеп әуре болып, оны тазалап стресске батпайсыздар. Сразу сол жерде барлығын тазалап береді. Тегін. Мінекей, мына балықтың бәрі тазаланған. Осылай тазалап береді сіздерге. Қазір кішкене шаям. Шайғаннан кейін ұнға аунатып қуыратын боламыз. Балықтарды біраз шайып жібердім. Қатты шайған жоқпын. Ішіндегі ішек құрылыстарын, кейбір қалдықтары болған, соларды алдым. Мінекей, енді қазір бұны ұн мен тұзды араластырып, балықты аунатамыз. Мұндай поднос алып кеп қойдым қасына. Осыған қазір ұн мен тұзды араластырамыз. Сосын балықты тұздап ұндаймыз. Тұз бен ұнды осылай араластырамыз. Енді балықты аунатамыз осыған. Кемде балықтарды аунатып қойдым. Енді 4-ші балықты осылай аунатамыз. Ішіне, сыртына, барлық жеріне ұн мен тұзды осылай жағып шығамыз. Ішіне де бүйтіп жақсақ болады. Бағаламын. Осындайдың барлық үйде балық қууға арналған қара табалар бар деп ойлаймын. Қазір осыған балықтарды қуырамыз. Сұйық май құямыз. Кішкене сұйық май көбірек болсын, ішінде қуырылуы тиіс балықтардың іші. Мен жаңа ұстағаннан кейін ұн болып қалды. Осы май жақсылап қызуы керек. Қуырған өзі ішіне қасықпен намайлап ішінде қуыратын боламыз. Енді балық екі жағынан қызарды. Енді ішіне алып, осы сұйық майды құямыз. Іші жағы да қуырылатын болады. Бір жағын уже істедім, сөйтіп. Екінші жағын істейміз. Балықты өте көп қуырамыз, бірінші баяу отта. Одан кейін корочка болғанын қаласаңыз, золотистік корочка болғанын қаласаңыз, онда кішкене отты көбейтесіздер.
Балық куурганга чейин мендемде овощтар бар. Азыр осудан салат жасайм. Өткөн киши алган соусум бар. Осуну косуп салат жасайтын боламын. Mineki balığımız dayım. Salattın üstüne chia semenasını sebzeye boladı. Balık olsa limon kosup, sosun pastırma tuz kosup жесеңіздер болады. Мен қатты тұздаған жоқпын, өйткені экстрадан тағы тұз қосамыз. Өйткені қатты тұзды болып кетсе, ол не очень болады. Сондықтан да томатымыз дайын. Видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі көріскенше сау болыңыздар.